Сәлем достар, сіздермен Айжан. Бүгін біз кәдіден дайындалатын торт жасайтын боламыз. Құрамына кәді, жұмыртқа, тұз, бұрыш, ақкөк, ақжелкен, ұн, помидор мен чеснок әсемдеу үшін. Кәдіні турап, суын сығып дайындап қойдым. Енді жұмыртқамызды шетінен жарып салып, араластырамыз. Бұрышымызды салып араластырамыз. Тұзымызды қосып араластырамыз. Ақжелкенді салып араластырамыз. Ақкөктің жартысын салып, жартысын әсемдеуге алып қалдым. Енді ұнымызды шетінен салып араластырамыз. Осы уақытта табаны қыздыруға қойып қойдым. Табамыз қызып дайын тұр. Жақсылап араластырып аламыз. Ішінде түйір-түйір қалып қалмас үшін. Табамыз дайын. Кішкене май құйып, өстіп, блины сияқты жайып шығамыз. Асты қызарып піскеннен кейін үстіне аударамыз. Майонез бен чеснокты жеке өстіп араластырып қойдым. Сәбіз бен пиязды жеке қуырып алдым. Мен 2 бөлікке бөліп осылай жинап шықтым. Ең біріншісіне майонез жағып, үстіне сәбіз бен пиязымызды орналастырдым. Келесі қатарына майонезімізді жағып, қызанақ қойып шықтым. Мен осылай рет-ретімен жинап шықтым. 2 бөлікке бөлген себебім биік болсын, биік болса әдемі көрінеді деген ойда осылай жинап шықтым. Менде осылай шықты. Ас болсын. Каналыма жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.